құрылыс салам деп жатсаңдар, мынандай бір мүмкіндік жібере алмаңыздар. Себебі 14.500 теңгелік бағаны мен бұрын соңды естімедім. Қаскелеңге, Алматыға да бетон құйсақ та мына жерге біздің территориямыз аз иә. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Көріп отқандарыңыздай, жақында Сергейлі бетонның подкастын түсірген едік. И сол жерде бір өте қызық дүние болды. Халыққа, біздің оқырмандарымызға прям көңілінен шықты. И соны дальше бір дамыту мақсатында сұрақтар қойылды. Қалай 14.500-ден бетондар бар деген сияқты. И осыны ескере келе біз давайте шығып көрейік. Как раз өздерде шақырды. Реально шынымен де қаншалықты бір мүмкіндіктері бар екен бір көру үшін арнайы шықтық. Біз қазір 20-шы осы айдың 20-сына дейін осы бағаны акциямен адамдарға беріп жатырмыз. Неге? Өйткені қазіргі таңда мысалы жаңағы инертный материалы дейміз ғой, керек бетонды жасауға керек өзі 4-ақ материал бар. Шебен, құм, цемент және су, иә. Осы 4-ақ материалдың үшеуі қазіргі таңда өте арзан бағамен бізге келіп атқандықтан, олардың бәрін қазір жинап, сосын сезонда жаңа қолжетімді бағамен адамдарға бетонды берсек деген осындай планымыз бар. Қаскелеңге, Алматыға да бетон құйсақ та мына жерге біздің территориямыз аз иә. Шынымен достар, мен арнайы келіп көзіммен енді былай естиміз ғой көп. Бетон завод деген сияқты жолда да көрдік. Енді әр кетсе 1 гектар жер көретін, бірақ мынандай кен аумақты базаларды мен көрмедім. Самосвалдар, экскаваторлар, бульдозерлар, жаңағы катоктар, оның барлығы бізде бар. Біз сезонда негізі только бетон емес, одан басқа да неше түрлі жұмыстар жасаймыз. Біздің өзіміздің самосвалдарымыз бар, машиналарымыз. Еще біздің машиналарымыз бәрі жаңа. Бізде ескі машина жоқ. Біз негізі максимум 4 жыл эксплуатация қолданамыз машинаны. Одан кейін барып, оны сатып жіберіп, жаңадан машина аламыз. Неге? Өйткені біздің машинамыз нон-стоп 24/7 жұмыс жасау керек. Жаңағы бір жері бұзылып қалды, бір апта тұру деген ондай бізде жоқ. 6 самосвалымыз бар. Соларды мен тасымалдау арқылы бізге жаңағы бүкіл жаңағы материалдар арзан бағамен келеді. Өйткені біз доставкаға төлемейміз, только водительдің жаңағы жүргізушінің ақшасын төлейміз. Сосын жаңағы солярканы төлейміз, болды. Енді вдруг құрылыс салам деп жатсаңдар, достарыңыз, туысқандарыңыз салайын деп жатса, міндетті түрде просто хабарласып қойыңыздар, бағасын сұраңыздар. Енді кімнен алсаңыздар да мен қайтадан айтайын, өздеріңіз білесіздер, бірақ мынандай бір мүмкіндік жібере алмаңыздар. Себебі 14.500 теңгелік бағаны мен бұрын соңды естімедім.